Сәлем достар, сіздермен осындай өте керемет жұмсақ болып шығатын печеньенің рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамы арзан, қарапайым. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге осындай 50 граммдық қант ұнтағы керек болады. Общий 150 грамм. Кондитерлік дүкендерінде килограммдап сатылады. Тәтті үнемі пісіретін болсаңыздар, 1 килограммдық алғандарыңыз тиімді. 2 жұмыртқаны алып осылай жарып, сахарный пудраның үстіне саламыз да тез араластырамыз. Сахарный пудрамызға сулы зат тиетін болса, түйір болып қалады, осылай көріп тұрғандарыңыздай. Қатты жылдамдықпен араластырасыздар. Үстіне ертіп 200 грамм май құямыз, сары майымызды. Я болмаса маргарин салсаңыздар да болады. Ысы күйінде құйып жүрмеңіздер. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде түсі де әдемі болды. 1 шай қасық қопсытқыш саламыз, толтырмай. Ұнымызға 400-450 грамм ұн аламыз. Бірден көп қосып жібермеңіздер, кейбір ұнның ылғалдығы, тығыздығы болады. Жетпей жатырған болса, қарап тұрып шамалы қосып жібересіздер. Осылай ситадан өткізесіздер. Міндетті түрде осылай венчиктің көмегімен былғап алыңыздар, араластырып. Бізде жұмсақ қамыр шығады. Осылай қолдарыңызбен араластырып елеп аласыздар. Қарап тұрып шамалы қоссаңыздар болады, 30-50 граммдай. Өте көп алып жүрмеңіздер. Я болмаса 2 сағатқа мұздатқышқа салып алсаңыздар болады. Сол кезде қатыңқырайды біздің қамырымыз, сол кезде жұмыс жасауымызға да ыңғайлы болады. Мен қазір 1-2 сағатқа холодильникке қоямын. 3-4 сағат, 4-5 сағатқа да қылмайды. Осылай пакетімізге салып, мұздатқыштан шыққан қамырымызды алып, кішкене 5-10 минут күтесіздер. Өйткені қамыр кішкене салқын болып шыққандықтан жұмыс жасауымызға да қиын болады. Жайлап осылай шет-шетінен алып, аласыздар да осылай печеньені жасай бересіздер. Бізде шамамен 55-60 данадай шығады. Енді сіздер қандай мөлшерде алғаныңызға байланысты. Мен орташа қылып алдым. Осылай жасай бересіздер. Сізге бірнеше рет көрсетіп жатырмын, ыңғайлы болу үшін. Пешімізде 170-180 градуста 15-17-18 минутта пісіріп аласыздар. Қарап тұрып, кейбір пештер ұзақтау пісуі мүмкін. Әркімнің пеші арқылы пісіріп аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай печеньелеріміз дайын шықты, мол әрі. Отбасыларыңызға жасап берсеңіздер болады осылай. Мен осындай Пакнар фирмасының капля глазур деген шоколадын алдым. Килограммы 1640 теңге тұрады. Әр қалада әртүрлі бағалары. Үстіне шамалы 20-30 граммдай сұйық май құямыз да осылай араластырып, үстіне осылай шоколадымызды батырамыз. Печеньелерімізді деген шоколадқа. Неше түрлі қылып әсемдей берсеңіздер болады. Кокосовый стружкамен, я болмаса фисташковый болады, мукала, солармен неше түрлі қылып. Я болмаса жай ғана сахарный пудра бетіне сеуіп қойсаңыздар да болады. Екі түрінен көрсетеміз сізге. Шоколадқа малып өте әдемі печенье шықты бізде, көріп тұрғандарыңыздай.
осылай жасай бересіздер. Астын мана шоколадқа батырып едік, енді үстін батырып жатырық. Я болмаса одноразовый мешокқа салып шоколадты ертіп үстінен узор жасап шықсаңыздар да болады, өз фантазияңызға байланысты. Грецкий орехты есіп, я болмаса кондитерлік дүкендерінде дробленый арахис дегендер болады. Сондайларды езіп, блендермен өткізіп, ұнтақтатып сепсеңіздер де болады. Менің каналымда көптеген рецепттер бар, қарап жасасаңыздар болады. Жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің рецептерімді жіберіп алмас үшін сау болыңыздар. Ас болсын, міндетті түрде отбасыларыңызға жасап көріңіздер. Дәмді әрі жұп-жұмсақ.